Еліміз бойынша биылғы оқу жылынан бастап орта білім беретін мектептерде бірыңғай мектеп формасы енгізіле бастады. Олардың тиімді екенін қазірдің өзінде барлығы мойындап отыр. Қаламыздың нөмірі 10 орта мектебінің ұжымы да баршаға ортақ балалардың мектеп формасы толерантты, тәрбиелі ұлт қалыптастыруда үлкен әсер етеді деген сенімде. Во-первых, на общешкольном родительском собрании коллегиально. Біріншіден, жалпы мектеп жиналысында мектеп формасы туралы кездесу өткен еді. Нәтижесінде ата-аналармен ақылдаса отырып, сүр түсті классикалық үлгідегі киімді таңдадық. Өйткені ашық түсті таңдауымыз балаларға да қолайлы деп таптық. Айта кететіні, әр баланың өз көзқарасына қарай материалы, жилет болсын, костюм болсын, шалбар болсын, немесе белдемше болса, осының бәрі ескеріледі. Надежда Крупская атындағы нөмірі 10 мектепте ағымдағы оқу жылында 900-ге тарта оқушы мектеп партасына қайта отырған. Бірыңғай форма жөнінде өткен оқу жылының соңында ата-аналармен ақылдасып, ортақ шешім арқылы мәмілеге келгендерін айтады. Менің балаларым осы мектепте оқиды. Биылғы оқу жылынан бастап мектеп формасы енгізілді. Мен бұл шараны қолдаймын. Өткен оқу жылының аяғында жалпы ата-аналар жиналысында бұл сұрақ талқыланған болатын. Барлығымыз бір ауыздан сұр түсті таңдадық. Әрбір баланың ерекшелігі, талғамы және бағасы да қалта көтерілді. Ал Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледж жанындағы мектеп лицейінің ұстаздары да бірыңғай мектеп формасы өте тиімді деп санайды. Себебі мектеп жасында сана сезімі ұлғаятын балалардың тұлға болып қалыптасуында ерекше рөл атқарады сөздерінше. Оның үстіне баланың назары сабаққа одан сайын ауады деген ойда. Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледж жанындағы мектеп лицейді бір ауыздан, яғни ата-аналармен ақылдасып, кеңесіп, форма жүйеге енгізілді. Бұл форма, мектеп формасы оқушыларды жүйелілікке, яғни тәртіптілікке шақырады. Сондықтан әр мектепте осындай мектеп формасы жүйеге енгізілгені дұрыс деп ойлаймын. Лицей оқушылары биылғы жылдан бастап жасыл түсті жилет, костюм, шалбар, ал қыз балалар белдемше киетін болады. Бұл ата-ана үшін баласына не кигіземін деп ойланбауда тиімді. Оның үстіне бағасы жөнінен де қалта көтерерлік екен. Бірыңғай мектеп формасына көшуді мектеп лицейінің оқушылары да қолдап отыр. Өйткені біздердің арамызда бөлінбеушілік болмауы тиіс деген ойда. Менің ойымша әр мектепте өзінің бірыңғай киім үлгісі болу керек деп есептеймін. Мысалы, менің оқуым бойынша 1998 жылы Ресейде тәжірибе жүргізілген болатын. Ол жай киім үлгісі жоқ мектептер мен киім үлгісі бар мектептер арасында. Сол тәжірибе бойынша киім үлгісі бар мектептердің білім сапасы өте жоғары болған. Мектеп формасын енгізу идеясын мен де менің сыныптастарым да қолдады. Тәрбие, тәртіпті көтеру, оқуға ынталандыру, балалардың тең құқығын сақтау құралдарының бірі осы киім үлгісіне талап болып табылады. Мектеп формасын енгізу осы кемшіліктерді жоюдың бірде-бір амалы болып келеді.